Ассалаумағалейкум. Бүгін 4 наурыз, жұма. Алдарыңызда мен Ғани Өтепбайұлы жарты сағат бойы тік тұрып, бүгін күннің ең маңызды ақпараттарын, қорытынды жаңалықтарды айтып берем. Елбасы асыға күтетін кездесу. Әйелдер мерекесі қарсаңында Нұрсұлтан Назарбаев нәзік жандыларды Ақордада құттықтады. Мұғалім, дәрігер, өнер адамы, кәсіпкер, спортшы, саясаткерге дейін қоғамның үздіктері жиналды. 25 әйел бүгін Ақорданы гүлдендіріп, көктем шуағына бөледі. Арулар елбасымен сырласып, жетістіктерін айтты, лебіздерінде ортаға салды. Шуақты кездесуде әріптесім Талғат Уәли де болып қайтты. Еліміздің табысты, сымбатты әрі таңдаулы аруларын Ақорда бүгін жыл сайынғы дәстүрмен қонақ қылды. Нұрсұлтан Назарбаев түрлі салада еңбек етіп жүрген нәзік жандылармен 2,5 сағат бойы емен жарқын әңгіме жүргізді. Президент жыл сайын бұл кездесуді өзі де асыға күтетінін жасырмады. Самая красивая встреча у меня за всю мою работу. Әдетте ресми кездесулер мен саяси әңгімелердің алаңы саналатын Ақорда жылына бір рет осылай үрдісін өзгертеді. Нұрсұлтан Назарбаев бұл күні өзге елдердің президенттері немесе өзіміздің министрлерді емес, бұл күні тек нәзік жандыларды қабылдайды. Жыл сайын дәл осы кезде көктем шуағы деген кездесу өткіземіз. Ең әдемі, ең қуанышты, ең әсем мереке. Ол халықаралық әйелдер күні 8 наурыз. Баршаңызды осы мерекемен шын жүрегімнен құттықтап, дүниедегі бар жақсылық пен бақытты сіздерге тілеймін. Кездесіп сіздермен өзімнің ойымды айтып, сіздердің ойларыңызды тыңдап, құттықтап, сіздер арқылы барлық Қазақстанның әйел азаматтарын, олар еліміздің жартысы болып саналады, құттықтайын деп отырмын. Әйел затының қоғамдағы орнына президент тағы да тоқталды. Себебі дәл осы әйелдер ұлттың ұйытқысы, жанұяның берекесі екені белгілі. Әр отбасындағы бақыт әйелдің қолында, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Бір заманда ескелді би әйел ырысың, қыз өрісің, келін тынысың деген екен. Шынында да ойлап қарасаң қандай терең айтылған сөздер. Бүгінде сіздер ұлыстың ұйытқысы, ұлттың ұяты, берекенің бесігі болып отырсыздар. Барлық әйелдердің істеген шаруасы сол. Еліміздің мерейлі мемлекетке айналуы әр үйдегі тату тәтті тірлікке байланысты. Ол әйелдерге байланысты. Қазақ әйелі өзінің отбасын сақтау арқылы отанын да сақтап келеді. Мемлекет басшысы өзі төрағалық етіп отырған Нұр Отан партиясының да басым бөлігін әйелдер қауымы құрап отырғанын айтты. Ел алдындағы жауапкершілікті ерлерден кем түсінбейтін нәзік жандылар қашанда бастаған ісіне мұқият қарайды, деді президент. Сейчас идет электоральный выборный период. Четверть республиканского штаба нашей партии Нур Отан составляют женщины. Поэтому я убежден в победе этой партии. Вообще в составе партии Нур Отан 62% женщины. Каждый пятый кандидат, баллотирующийся от партии Нур Отан в депутаты, женщина. Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев ана махаббаты жайында да әңгіме қозғады. Бауыр еті баласы үшін жүрегін жұлып берген ана жайлы аңыз нәзік жандылардың көңілін босатпай қоймады. Она взяла, открыла свое сердце и отдала ему. И он понес на ладони, и все это время сердце билось. И вдруг он спотыкнулся, упал, говорит: ты не повредил колено, сынок? Тебе не больно? Сердце сказала. И перестало биться. Мемлекет басшысы тығыз жұмыс кестесіне қарамастан бүгін бар уақытын қонақтарға арнады. Меймандардың әрқайсысымен тілдесіп, айтқандарын мұқият тыңдады. Елбасы бұл жолы да қағытпа қалжыңымен нәзік жандылардың көңілдерін бір көтеріп тастады. 8 марта – это такой день, когда женщина хочет, чтобы восьмерка на бок легла и превратилась в бесконечность. Говорят, каждая женщина произносит 20 тысяч слов в сутки. Говорят, что мужчины придумали поцелуй, чтобы заставить ее помолчать. Если сказанное достоверно, то я теперь хочу вам предоставить слово.
Ал әйелдер арасынан сөзді алғашқылардың бірі болып Бірғаным Әйтімов алды. Әр жылдары елші, министр, тіпті премьер-министрдің орынбасары болып жоғары лауазымдарда отырған қазіргі сенатор Нұрсұлтан Назарбаевқа ел ішіндегі әйелдер былай тұрсын, аты әлемге танымал нәзік жандылар да қайран қалатынын айтты. Әйгілі Маргарет Тэтчер, Назарбаев is the most handsome man whom I never ever met. Самый обаятельный из всех мужчин, кого когда-либо я встречала. Менің өмірімде кездескен ер азаматтардың ішінде ең ерекше азамат деген сөзі тек қана біздің Қазақстанға ғана емес, әлемдегі әйел қауымның сізге деген берген бағасы, біз соны да қошеметтеп қолдаймыз. Ақордаға жиналған әйелдер шынымен де әртүрлі салада тер төгіп жүрген жандар. Арасында теңізші, токарь, шаруа қожалығының басшысы мен спортшы қыздар бар. Солардың бірі зілтемірді іркілмей көтеретін әлем чемпионы Жазира Жаппарқұл. Мұндай штанганы көтеретін жігіттер де жоқ, қыздар тұрмақ. Чемпион болғанда қанша көтердің? Салмақта? Максимально 120-150 тренировкаде. Екеуі-үшеуімізді бірақ көтереді ғой. Сондай-ақ президент әке аманатына зор жауапкершілікпен қарап жүрген Нұрғиса Тілендиевтің қызы Динара Тілендиеваға ризашылығын білдірді. Әкемді қолдап, көптеген қамқоршылық көрсетіп, халық қаһарманы атағын берген сізсіз. Сол әкемнің жолын жалғастырып келе жатырмын қазір. Өткен жылы әкемнің 90 жылдық мерейтойы өзіңіздің қамқорлығыңызбенен бүкіл елімізде аталып өтті. Сол үшін сізге басымды иіп, ризашылығымды білдірем. Мен әкеңменен өте жақын болып едім кезінде. Қазақта әкең өлсе де, әкеңді көрген өлмесін деген сөз бар. Ұлы адам болған. Москваға халық артисі атағын алғанда мен бірге барғам. Бірге болғанбыз, үйде де болғанбыз, сыртта да болғанбыз. Жатқан жері торқа болсын, бірақ жұмысының барлығын сен жалғап келе жатсың. Өлеңі де, өнері де, өзі де, дүниеде бар деп санауға болады. Шынымен де әйел заты ерекше жаратылыс. Бір бойынан нәзіктік, батырлық, қайрат пен ақыл да табылады. Өзінің 2 баласына жетімдер үйінің 11 баласын қосып алып, аналық мейірімін төгіп отырған Жанар Байжолдинова да бүгін елбасының ерекше ілтипатына бөленді. Моя семья – это как маленькая наша родина в миниатюре. Там и казахи, и русские, и немцы, и татары, и башкир, и удмуртка. Как одна большая семья собирается за одним большим дастарханом. Хочу поблагодарить вас за те условия, которые в Казахстане создаются для поддержки материнства и детства. Нұрсұлтан Назарбаев ресми кездесумен ғана шектелмеді. Алдымен батыр ана Алтынай Тоқпанованың мойнына алтын алқа ілді. Елбасының қолынан алтын алқа сыйлығын алу, ол өте бір үлкен мәртебе деп есептеймін. Өте қуаныштымын. Одан кейін арулармен қосыла ән де айтты. Елбасының қабылдауынан кейін нәзік жандылар ерекше әсерленіп шықты. Әдетте көзімізге тек спорттық киіммен көрінетін Жазира Жаппарқұл да бүгін ғажап көркімен баршаны таңғалдырды. Ерекше сезініп тұрмын. Әрине, мен өзім елбасым үшін осы киімді киіп келіп отырмын. Жұмыста мен деген өзім формамен, каскымен, как положено деген сияқты жаңағы әрдайым өзіммен жұмысымен жүргесін. Мына даже өзім ойлаймын, қазір ақтөбеліктер, өзім жұмыстастарым даже мен танымай қалатын шығар. Соған айтам, әдемі қызбын, токармын. Қазақтың өзі айтқан ғой. Патша деген Құдайдың жердегі көлеңкесі деп. Құдайдың көлеңкесімен тілдесу кез келген жүректің біраз түгін орнынан оятады деп ойлаймын. Біраз қорқыныштар болды. Қорқыныштан бұрын қобалжу болды. Нұрсұлтан Назарбаев ән айтумен де шектелген жоқ. Әйелдер қауымын вальске де шақырды. Осы тұрғанда әлі аяқ қолдарым дірілдеп тұр. Себебі ол кісімен кездесер үшін біз
қанша күн дайындалдық, қанша күн ұйқы болған жоқ. Дірілдеп отырдық расын келе, ол кірерде. Ол кіргеннен кейін бәрі дірілдегеніміз бәрі кетіп қалды. Бір бұрыннан танитын адам сияқты сөйлесіп, өзі сондай жылы адам. Әсіресе ол мен вальс билегенім мен үшін бақытты болған шығар деп ойлаймын. Ал кеш қарая Нұрсұлтан Назарбаев барша арулардың құрметіне орай ұйымдастырылған мерекелік концертке қатысты. Талғат Уәли, Жұмағали Біргебаев, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Сыртқы істер министрлігінде ауыс-түйіс 4 бірдей министрдің орынбасары ауысты. Мемлекет басшысының өкімдерімен Мұхтар Тілеуберді еліміздің сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары, Ақылбек Қамалдинов, Ғалымжан Қойшыбаев және Роман Василенко министрдің орынбасары қызметіне тағайындалды. Бүгіннен бастап тұрғындар учаскелік сайлау комиссиясына барып, сайлаушылар тізімінде өздерінің бар жоғын тексере алады. Тіркеуге алынған жерден өзге сайлау учаскесіне ауыстыруды қалайтындар үшін есептен шығару куәлігі де беріле бастайды. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлейменнің айтуынша, бұл құжат азаматтардың таңдау жасауына мүмкіндік береді. Есептен шығару куәлігін округ шеңберінде болатын болса, тек елді мекен шеңберінде берілмейді, округ шеңберінде беріледі. Мәслихат депутаттығына сайлауда, ал мәжіліс депутатына сайлауда бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша есептен шығару куәлігіменен дауыс беруге болады. Бұдан бөлек орталық сайлау комиссиясы мәслихат депутаты куәлігінің жаңа үлгісін бекітті, ал байқаушыларды тіркеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Осы сәтке дейін бір ғана ТМД миссиясынан 130 байқаушы тіркелген. Сәл бұрын Оңтүстік Кореядан 3 байқаушы аккредиттелді. Халықаралық және отандық байқаушылардың мақсаты бір алдағы сайлаудың әділ әрі ашық өтуін қамтамасыз ету. Бүгін Астанада кездескен ТМД байқаушылар миссиясы штабының жетекшісі Евгения Слобода бүгін сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның төрағасы Нұрлан Ерімбетов осындай тұжырымға келді. Айта кетейік, ТМД миссиясы атынан бүгінде 240-тан астам байқаушы ұсынылған. Ал республикалық қоғамдық комиссия 10 мыңнан астам байқаушыны дайындауда. ТМД елдерінің бақылаушылары осында арнайы келіп отыр. Өте үлкен топ кісілер, тәжірибесі бар азаматтар. Бізге олардың тәжірибесі керек, оларға біздің тәжірибеміз керек. Отандық байқаушылардың қатары артып келеді. Астана қаласының өзінде апта сайын орта есеппен 40 адамға байқаушы куәлігі берілуде. Олардың барлығы арнайы біліктілікті жетілдіру семинарынан өткен. Жалпы ел бойынша байқаушылар саны 11 мыңға жуықтаған. Олар наурыздың 20 күні сайлауда бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия атынан дауыс беру учаскелеріне жіберіледі. Комиссия қандай бүкіл жұмыстарында отырып соны қарайды, байқайды. Содан кейін есептейді, қанша избирательден сол участокқа келіп дауысын берген адамдарды участок жабылғанда сонда тексеріп, наблюдение жасап, бүкіл процедурасын өтіп, актын алып, сонымен жұмысы бітеді. Өзгеде тақырыптар. Эйр Астана компаниясының ұшқышы есірткімен ұсталды деген ақпарат расталды. Әуе компаниясының өкілі Тілек Абдрахимов арнамызға Роман Быковтың жұмыстан шығарылғанын хабарлады. Ұшқыш Мәскеуден Алматыға ұшып келісімен әуежайда ұсталған болатын. Кеден қызметкерлер оны тінту кезінде қалтасынан есірткі затын тапқан. Дәрігерлік тексерулерде пилоттың қан құрамында есірткі затының бар екендігін анықтаған. Электрондық үкіметтің 80-нен астам қызмет түрі ұялы телефоныңызда. Енді анықтаманы осы құрал арқылы оңай әрі тез алуыңызға болады. Оған қоса электрондық сандық қолтаңба мобильдік қосымшаға енгізіле бастады. Порталдың осы және өзгеде жаңалықтарымен Зайнұр Байжігіт алғашқылардың бірі болып танысып қайтты. Электрондық үкімет арқылы қызмет түрін алу бұрынғыдан да жеңілдей түспек.
Енді үйден шықпай мобильдік телефонмен анықтаманың барлық дерлік түрін алуға болады. Ол үшін электрондық үкімет порталында тіркелу қажет. Содан кейін халыққа қызмет көрсету орталығына барып, электрондық цифрлық қолтаңбаны сим-картаға жаздыру керек. Ал мобильдік қосымша арқылы анықтаманы қалай алуға болады? Бұл жөнінде Анар Боташқызы айтып береді. Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңға сәйкес егов.kz порталы және мобильдік қосымшасы арқылы алынған құжат мемлекеттік орган беретін қағаз түріндегі құжатпен бірдей болып саналады. Ондай құжатты сіз кез келген талап еткен мекемеге тапсыра аласыз. Мысалы үшін мекенжай анықтамасын алып көрейік. Бұл үшін егов.kz мобильдік қосымшасында бұл қызметті таңдаймыз. Бұл қызметті өзіме, балама және жұбайыма алуға болады. Өзіме алып көремін. Енді қол қою сатысына өтемін. Менің қолтаңбам сим-картаға жазылған. Оны таңдаймын және құпия сөзді енгіземін. Бұл менің құпия сөзім қолтаңбаның деректері. Енді сауалнаманы жолдаймын. Бұл қызмет стандартына сәйкес санаулы минуттың ішінде өңделеді. Құжат дайын болды. Енді нәтижені қараймыз. Нәтиже бірнеше тілде шығады. Қазақ тілін таңдаймыз. Мінекей, мекенжай анықтамасы дайын болды. Электрондық цифрлық қолтаңбаның тағы бір артықшылығы, қолыңызда смартфон жоқ болса да, қарапайым ұялы телефонға анықтаманың кодын жіберуге болады. Демек, жалпақ жұрттың уақытын ғана емес, сонымен қатар тонна ақ қағазды үнемдеуге мүмкіндік бар. Зайнұрбай Жігіттер, Қоңырбаев, Хабар. Бүгін Қызылордада бас қосқан саясаттанушылар мен экономистер инфрақұрылымдық жобалардың тиімділігін бағамдады. Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырған форумға қатысушылар президенттік реформаны жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтті. Әсіресе өңірлер үшін нұрлы жол бағдарламасының пайдасы орасан деуге болады. Мемлекеттік кешенді шаралар елмен еншілес дамыған аймақтарға айтарлықтай серпін бере бастаған. Нұрлы жол деген бағдарлама, ол яғни біздің инфрақұрылымның жолдардың, энергетиканың, басқа да инфрақұрылымның мәселесін көтеретін бағдарлама. Бұл бағдарлама арқылы Қазақстандағы жұмыссыздықпен күресу, жаңа жұмыс орнын ашу, Қазақстандағы экономиканың әртараптандыру процесін жүзеге асыра. Нұрлы жол бағдарламасы аясында Сыр өңірінде 4 ауданның орталық су жүйесі жаңарады. Ал облыс орталығында жылу жүйелері жаңғыртылып, 2 тұрғын үй кешенінің құрылысы жүргізілмек. Бұл жұмыстар инфрақұрылымдық реформалардың аясында жүзеге асады. Тағы бір айта кетерлігі, соңғы 3 жылда өңірдегі өндіріс ауқымы 3 есеге артып, жаңадан 17 жоба іске қосылған. В вашем регионе уже видим. Сыр өңірінде серпін бар. Мәселен, биыл халықаралық автодәліз құрылысы аяқталады. Байқоңыр ғарыш айлағында туризмді дамыту қолға алынған. Осындай аймақ жетістіктері өте көп. Біз сарапшы ретінде айтулы бастамалардың болашағын бағамдап, оң баға беріп отырмыз. Ал енді еліміздің түкпір-түкпірдегі жаңалықтарға нақтырақ тоқталсақ. Көктем 2016 Ақтөбеде осындай атаумен оқу жаттығу өтті. Құтқарушылар апатқа қарсы тұрып, зардап шеккендерге көмек көрсету амалдарын пысықтады. Биыл өңірге қар әдеттегіден 3 есе қалың түсіп, өңірдегі 32 елді мекенді су басу қаупі бар. Оларда 12 мыңнан астам адам тұрып жатыр. Мәңгілік ел пойызы Жайық жағасына жетті. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай жолға шыққан құрамдағы қабылдауларға оралдықтар көптеп келді. Дені медицина, шағын және орта кәсіп салалары мен мемлекеттік бағдарламаларға қатысты көмек сұрауға келгендер. Шығыс Қазақстанда жыл соңына дейін 76 медициналық мекеме жөнделеді. Әсіресе шалғайдағы отбасылық амбулаториялы жаңартылып, жылу мен су жүйесі ауыстырылады. Ол үшін жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша 772 миллионға жуық теңге бөлініп отыр. Қуатты зауыттың қарқынды жұмысы. Маңғыстау облысында ұсақталған асфальт бетон өндіретін кәсіпорын 160 мың тоннаға дейін өнім шығаруды жоспарлап отыр. Былтыр 120 мың тонна асфальт шығарған екен. Зауытта 16 адам жұмыс істейді. Дені шетелде білімін жетілдірген кәсіби мамандар. Емханадағы ерекше шара Семейдегі емдеу мекемелерінің біріне қаралуға келген аналар мен аруларды күлімсіреп ер азаматтар қарсы алды. Алғаш келген 50 қыз келіншекке құттықтау қағазы мен гүл сыйланды. Дәрігерлер мұндай шараны осымен 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырып отыр. Құттықтау демекші, алда көктемнің ең шуақты да жарқын мерекелерінің бірі 8-ші наурыз келе жатыр.
Ендеше күллі адамзат баласын төрткүл дүниені шуағына шомылдырған аналар мен аруларды төл мерекесімен алдын ала құттықтаймын. Мынау сізге осы гүлдей құлпырып жүре беріңіз. Рахмет, Ғани. Оқас жоқ. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар айдында хабармен бірге болайық ағайын.